Жастар қоғамның тегеурінді күші, елдің алға ілгерілеп, дамуы жолында қоғамның осы тобына артылар жүк ауыр. Жасампаздыққа жан құмартқандардың дүниетанымын кеңейтпекке жастар жалына форумы Астанада ұйымдастырылды. Қазіргі уақытта негізі Астана жастары бұл еліміздің әр өңірінен келген жастардан тұратын болғандықтан Астана қаласы жастары өте белсенді деп айтуға болады. Себебі Астана қаласында басқа өңірлерде сияқты емес, күнде бір іс-шара болады деп айтсақ болады. Негізі бізде осы жастар форумының бір бағыты бұл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бұл жастарды жаңағы рухани жаңғыруда бағыттары бойынша дамыту, сол бағыттар бойынша жаңағы 20 спикеріміз бөлініп өздерін сөйлейтін болады. Жастарға ілкімді ой айтып, бағдар беруге жетістікке жеткен 20 арнайы қонақ шақыртылды. Олар өмір өткелдерімен бөлісіп, жиналғандарға шабыт сыйлады. Олардың бірі Арслан Дамиров. Жоғары оқу орнында білім алудан бас тартқан ол 17 жасында кәсібін бастап, қалыптасқан таптаурындарды бұзды. 5 жыл ішінде тіл үйрету орталығының ауқымын кеңейтіп, кәсібін Ресейде де дөңгелетуде. Әр адам мен кіммін, өмірге не үшін келдім деген сауалдарға жауап берсе, жолы айқындалады. Мен сұрақтарға 17 жасымда жауап іздеп, кәсіпкер атандым. Жетістікке жету үшін пікіріміз бір арнаға тоғысатын жандармен мықты команда құру қажет. Қиындықты қасқая жеңген Серік Есматов жастардың қошеметіне бөленіп, үлгі көрсетті. Қос аяғынан айырылған ол үмітін өшірмей белестерді бағындыруға кірісті. Нәтижесінде Паралимпиада жүлдегері Қазақстанның 100 есімі жобасының жеңімпазы атанды. Қиындыққа мойымау керек. Мен 13 жасымда оқыс оқиғадан 2 аяғымнан бірдей айырылдым. Соған қарамастан жүректегі қорқынышты жеңіп, өзімді дамыттым. Спортқа ден қойып, волейболмен айналыстым. 1500 кітап оқып, болашағымды жарқын етуге тырыстым. Сіздер де мақсаттарыңызға айқын қадам басыңыздар. Форумға 1000-ға жуық жас қатысты. Қажетті ақпараттарға қанық болғандар алғыстарын қошеметпен жеткізді. Жастарға ұсынылған тарту мұнымен толастамады. Рухани байығандар концерттік бағдарлама тамашалап бір серпілді.